Баршаңызға сәлем достар, сіздерге жақсы көңіл күй тілей отырып, алдағы уақытта сіздерге қазан кебапты үй жағдайында өте дәмді қылып пісірудің құпиясын ашатын боламын. Еті де картошкасы да өте жұмсақ, дәмі, иісі сондай керемет тойым тамақтардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қараймыз. Ал ендеше біз кірісеміз. Алдымен етімізді жақсылап жуып аламыз. Менде жылқының еті, жалпы қазан кебапты кез келген жас малдың етінен пісіруге болады. Етті орташа қылып турап аламыз. Егер де сіздерде майлы ет болса, онда тіпті жақсы, дәмі өте керемет болып шығады. Мен майды міндетті түрде қосамын, себебі өте дәмді болып шығады. Қазанға майымызды құйып, алдымен майын қуырып аламыз, содан кейін етті салатын боламыз. Үстіне тұз салып, жақсылап араластырып, етімізді қуырамыз. Етімізді жақсылап араластырғаннан кейін жай отта жарты сағат қуырамыз. Еттің өзінің суы шығады, сол суы таусылғанша асықпай қуыратын боламыз. Ет қуырылып жатқанда біз картопты тазартып аламыз. Картопты ірі қылып турап, үстіне дәмдеушілерін қосып араластырамыз. Қызып тұрған майға картоптарды қуырамыз. Ескерте кетейін, майы картоптар батып тұратындай көбірек болғаны дұрыс. Орташа отта картоптарымыз қызарғанша 10 минут қуырамыз. Етіміз пісіп қалды, оған пияз бен сарымсақ қосып тағы да қуыратын боламыз. Еттің суы тартылды, енді оған туралған пиязымыз бен сарымсақты қосып, тағы да жақсылап қызарғанша қуырамыз. Егер де пиязы көп болған қаласаңыздар, көбірек қылып қосуға болады. Картоптарымыз қып-қызыл болып, қытырлақ болып, әдемі болып қуырылды. Енді оны майдан аламыз. Картоптарды қуырылған етіміздің үстіне тегістеп барлығын жақсылап салып шығамыз. Жарты кесе қайнаған су құйып, тағы да 15 минутқа бұқтырамыз. Мінекей достар, біздің асымыз пісті, дастарханға ұсынуға дайын. Иісі енді мұрынды жарады, дәмі де сондай керемет болып шыққан сияқты. Еті де картопы да өте жұмсақ болып пісіпті, дәмі сондай керемет. Менің рецептім сіздерге ұнайды деп сенемін достар. Рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жасап көріп, бағасын беріңіздер достар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Сәуле.